Сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге қытырлақ тауық қанаттарының рецептімен бөлісетін боламын. Өте дәмді болып шығады. Үй жағдайында жасап көріңіз. Жасалу жолы өте оңай, өте жылдам жасалынады. Видеоның соңына дейін қарап, менің каналыма тіркеліп, жандағы қоңырауша белгісін басып қойыңыз. Ең алдымен тауық қанаттарын жақсылап жуып алып, керек емес жерлерін кесіп алып тастайтын боламыз. Және тура осылай екі бөлікке бөлеміз. Одан кейін татымына қарай тұз саламыз. Бұрыш, қызыл бұрыш азғантай салдым, өткен менде балаларым қатты ашты болса жей алмай қалады. Және паприканы көбірек қостым. Және соя тұздығын құйып, жақсылап қолымызбен осылайынан араластырып алатын боламыз. Тұзы жақсы сіңу үшін. Құрамына қанша кететінін төменге описанияға жазып қалдыратын боламын. Енді осылайынан араластырып болған соң су құятын боламыз, салқын су. Осы тауық қанаттарымыздан сәл батып тұру үшін құятын боламыз. 8 сағатқа қалдырып, енді пісіруге дайындайтын боламыз. 8 сағаттан кейін алып, тауық қанаттарымызды ұнға татымына қарай тұз және паприка дәмдеу үшін салатын боламыз. Паприканы көбірек салсаңыздар дәмі әдемі болады. Енді майымызды қыздырып алып, осы тауық қанаттарымызды ұнға аунатып отырып, пісіріп алатын боламыз. Бірінші судан шығарып, ұнға аунатып, қайтадан суына салатын боламыз. Ұннан шығарып, суға салған соң, қайтадан ұнға аунатамыз. Енді ұн сәл қағып, қатты ұн болмау керек. Ато тауық қанаттарыңыз күйіп кететін болады. Осылай ұнын біраз қағып, салып пісіріп аламыз. Осы видеодағыдай тауық қанаттарымыздың барлық жеріне ұны тию керек. Суға салған соң 2 рет осылаймен жасадым. Біздің тауық қанаттарымыз томашыны салфеткамен салып, осылаймен алатын боламыз. Сіңіріп алады. Жасау жолы өте жеңіл, өте дәмді, іші толып піскен болады. Дәмі өте керемет. Жасап көріп, балаларыңызды қуантып қойыңыз. Өте қытырлақ дәмді. Қолым ыстық болған соң қолыммен арасын аша алмай жатырмын. Өте дәмді болып шығады. Видеоның соңына дейін қарағаныңызға рахмет. Барлықтарыңызға ас болсын.